Соның өзінде Есіл ауданына су жетпейді. Енді ең басты сұрақ. Неге ол мәселелер соншалықты қордаланып отырды? Неге дер кезінде шешілмеді? Енді оның әртүрлі өзінің себептері бар. Астананың суынан кейін шашымыз түсе бастайды, немесе денеміз құрғай бастайды, қыши бастайды дейді. Ертең күні ол жаңағы сіз айтып отырған аудандарда канализация жарылса, масқара сол кезде болады. Ух ты! Сіз өзіңіз үйде краннан су ішесіз бе? Сосын бәрі звондайды, ойбай, біздің үй подвалға су кетіп жатыр. Ең сорақы тапқан нелеріңіз кім? Нәресте балалардың шыққаны. Таңғы 5-те әкім звондай ма сізге? Үй жақта кезде су, онда неге бәрі қайтпа, ома негізге үйге қайтсай су. Қазақта балаға қандай есім қойсаң, оның болашақ тағдыры соған байланысты болады деген сенім бар. Біздің келесі кейіпкеріміз соның анық көрінісі іспеттес. Табиғат Мырза Қабденұлы өмірінің 14 жылын су арнасына арнап, табиғат анамызды барынша аялап жүрген жандардың бірі. Аграрлық, гуманитарлық, заң мемлекеттік университеттерді тәмамдаған соң, бүгінде Астана су арнасына басшылық етіп келеді. Алайда соңғы уақыт бұл мекеменің әбден дау ортасында қалғаны жасырын емес. Себебін бірге біліп көрейік. Табиғат Қабденұлы, сәлеметсіз. Қалыңыз қалай? Жағдайыңыз қалай? Келдік Астана су арнасына. Қош келдіңіз. Бұл мекемеде, бұл офис. Бұл біздің жалпы коммуналдық мекеме ғой, Астана су арнасы. Барлық қаланы сумен, сосын кәріз суын бұрумен қамтамасыз етеді. Барлық қаламызды. Қаламыз енді өсіп келе жатыр, ұлғайды. Сондықтан проблемалар да ұлғайды. Проблемалар да бар, иә. Бізде су жүйесі бойынша 1600 километр су жүйелері бар, құбырлары. Одан кейін 1100 километр кәріз құбырлары. Соның бәрін жаңағы қамтамасыз етіп, солардың бәрін жұмыс етіп тұрған осы жерде біздің орталық офисіміз осы жерде. Енді ашығын айту керек, биыл бұл орталықтың аты бұқаралық ақпарат құралдарында көп айтылды, айтылып та жатыр. Бас қала тұрғындары соңғы 1-2 айда судан таршылық көріп жүр. Елордамыз Астанада су тапшылығы күннен күнге ушығып барады. В Астане водный коллапс стал причиной многих бед. Почти 1000 семей в жару оказались вынуждены покупать питьевую воду. Ал судың жайы әлі шешілетін емес. Кей тұрғын үй кешендерінде тіршілік нәрінің жоқ болғанына аптадан асты. Осыған дейін бар екенін барлығы білетін, суға төлейді. Адамдардың түсінігінде тек қана суға төлейміз, канализацияға төлейміз, бұл басқа оның тарифі қанша, дұрыс тариф па, қымбат тариф па, салыстырмалы түрде айтатын болсақ, ешқандай аса қатты ақпарат болмайды. Бүгін осының барлығын ара-жігін ашып, көрсетіп, жалпы таза суды біз қайдан аламыз? Ішіп жүрген суымыз таза ма? Неден құралады? Осы сияқты сұрақтарға жауап берсеңіз. Бірінші мекеменің басшысының жұмыс тәртібін біле қойып, қателеспесем, жұмыс орнына сіз 7:30-да келесіз. Біз, иә. 7:30-да келе бастаймыз. 7:30-да жиналыс өткізесіз, иә? Қазір жиналысқа кіресіз. Қазір, иә. Жақсы, жүріңіз. Көрейік жиналысты қалай өткізетініңізді. Түсіруге рұқсат па? Да, болады, рахмет. Жақсы. Міне мәжіліс залы. Мәжіліс залы осы жерде. Жиналыс осы жерде. Жиналыс осы жерде, енді рұқсат болса мен жиналысымды өткіземін. Жақсы, жақсы. Біз тоса тұрайық, иә? Хорошо. Так, дальше. Здесь мы объясняем полностью по водоснабжению с источника. С Астанинского водохранилища. Второй источник на Тельмана. Какая сейчас ситуация? Да, ситуация на водоисточниках на сегодняшний день стабильна. Енді күнделікті осы жерде жиналыс өтеді ғой. Күнде бір жаңа мәселелер шығып жатады. Күнде жиналыс өтеді? Иә, күнде таңертең. Енді бұл коммуналдық мекеме болғандан кейін әр жерде әр түрлі мәселелер туа береді. Проблемалар. Мына жерде анау поселке Ильинкамыз бар, мына жақта өндіріс бар. Ол кісілердің жаңа сұрақтары бар, ол кісілердің бәрі соцсетиға жазып отырады. Ол жердің белсенділері менің телефонымда біледі, звондап жатады. Тіке өзіңізге шыға береді. Кейбіреу звондап жатады, кейбіреу енді жаңағы SMS беріп жатады ғой сол. Ұрысып. Мәселелерін айтып. Мысалы, ұрысып жазатындар бар ма? Бар, иә. Міне жуырда ғана жаңағы бір үлкен үйде, сол жақ жағалауда
обслуживающий компания дейміз ғой, сервисный компания. Солардың насостары істемей қалып, бір үлкен үй сонда сусыз қалды. Енді сол үйдің адамдары бәрі звондап, біздің қазір барып көрейік, біздің центральный диспетчерский службамыз бар. Барлық қоңыраулар, барлық жаңаға сол жерге келіп, звондағаннан кейін, сосын сол мәселені барып тексерсек, жаңа насостар қоспай қалған. Оны енді сол өздің сервисный компаниялары жауапты. Олар айтады, бізде қаланы сумен келмей жатыр деп. Сондықтан барып, бәрін анықтап қарағаннан кейін, сосын біздің де мамандар барып қосып берді. Яғни қадағалаудың үстінен қадағалауды сіздер жүргізетін болып тұрсыздар ғой. Алай қарасаңыз, енді өздерінің олармен шарттары бар, өздерінің келісімдері бар, оларға ай сайын жаңа төлеп. Тұрғындар білмейтін шығар. Ой, көп білмейді соны. Міне, мәселе осыда болып тұр ғой, тұрғындардың білмеуінде. Яғни тікелей су жоқ болған кезде бірден сіздерге емес, жаңағыдай жағдай болса, бірінші қызмет көрсету, бақылау, жаңа қадағалау орталығына хабарласу керек. Даже мынандай жағдай болады ғой, кейде. Көршісі сусыз отырып, көршісінен барып жай сұраса алмайды. Бізде су бар ма, жоқ па деген сияқты. Өзінің жаңа фильтрі жабылып қалды ма, или өзінің бірдеңесі жаңа сантехниктер жұмысы ұмытып кетті ма, бірдеңе. Сонда өзінің үйінде су болмаса, сразу алады да звондап, шу көтере бастайды ғой. Соны көршіңнен сұра, немесе көрші үйден сұра, ондай жоқ. Барып жаза бастайды. Бір сағат су болмаса, қазір адамдар қиын болып кетті. Бір сағат су болмаса, жарты күн сусыз отырмыз дейді. Жарты күн су болмаса, жаңағы енді авариялық жағдайлар бар. 2 күн сусыз отырмыз деп солай жазады ғой. Ұлғайтып, көтеріп, күшейтіп жазады енді. Солай болып кетті. Оған да үйрендік. Күнде осылай тұра ма, әлде бүгін арнайы түсірілген? Жоқ, күнде таңертең осылай болып, ең бірінші қауіпсіздік ережесін тексереді жұмысшылардың. Мынау алдымызда тұрған көліктердің бәрі мынау кәріз суын бұратын сол салада жұмыс істейтін азаматтардікі. Сонда жаңағы арнайы құдықтарға, оны тазалау үшін, оны жүргізу үшін, онда бір ремонттар жұмыстар жасайтын болса, осы қауіпсіздік ережесін тура қатаң түрде пайдалану керек. Ол үшін қаншалықты жиі жаңарады мына нелері? Бұл әрқайсының өзінің уақыттары бар, әртүрлі. Сондықтан жартысын жиі ауыстырамыз, жартысын жаңа істен шықпаса ауыстырамыз деген сияқты. Сондықтан ең бірінші бұл қауіпсіздік ережесі. Бізге адамдардың өмірі өте қымбат жұмыстан гөрі. Сондықтан өзім шықпасам да, осы жерде жаңағы инженерлар бар. Бригада кәдімгі. Әр күн сайын осылай жұмысқа шығардың алдында бәрін тексереді. Жаңа 30 шағымға осылай барады, сонда? Барып тексереді, кәдімгі. Енді шағыммен жұмыс істейтін бар, өздерінің сосын жоспарлап қойған жұмыстары бар, оларды атқарады. Қанша осындай көліктер бар? Мұны кәріз суынікі, жалпы осындай көліктердің 45. Бұлай бүкіл мекемені алсақ, 265 осындай техникаларымыз бар. Мына кісілер ғой жұмыс жасайды. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Жұмыстарыңыз ауыр ма? Қиын ба? Олар канализация саласында істейтін қызметкерлер ғой. Ең қиын инженерлер. Ең қиын жұмыс осы кәріз саласында істейтіндер дейді. Расымен солай ма? Газ бар. Газ? Жаңа әр құдықта газ бар ғой. Сероводород дейміз, көрінбейтін газдар, сондықтан ол өте қауіпті. Денсаулығына. Айлық жалақылар неше? Орташа есеппен алған кезде Тұра тұрыңыз. Айлықтарыңыз неше? Айта беріңдер. Орташа есеппен алған кезде қазір 200 мың үстінде ма? 200 мың, 200 енді тағы да зарплатаны көтерейін деп отыр жалақыны. Тариф алып жатырмыз жаңадан. Қиын, жұмыс өте қиын. Суық болған жақсы дейді ғой? Бізге суық болған жақсы. Неге? Өйткені сыртта 30 градустан көп болса, калорийсінің ішінде газдар көп болады. Жігіттерге демалуға оңай болмайды. Ал күн салқын болған кезде резервуарда, насосный станцияда калорийстардың ішінде жұмыс істеу кішкене жеңілдеу болады. Қанша жыл болды жұмыс жасағаныңызға? Мен уже 7 жыл жұмыс істеймін. 7 жыл. Ең бір ауыр выездар болды ма? Ауыр выездар болды. Әсіресе түн уақытында, қыс кезінде сыртта 40 градус аяз болады. Жігіттер кәріз желісінде, одан кейін парифтарда жаңағы аварияның басында тұрып, аяқтан суық өтеді. Соның басында тұрып, жігіттер астына түседі,
сондай условияда жаңағындай неше түрлі қиындық жұмыстар болады. Жаңағындай 40 градус аязда суық өтеді денелеріне, тоңады жігіттер. Өміріңізге қауіпті жерлер де көп болды. Қауіпті жерлер де көп, трубаларды жаңағы жуып жатқан кезде неше түрлі газдар пайда болуы мүмкін. Оның бәрін біз ескереміз. Үстінде жігіттер. Яғни мынау нелерді киіп аласыздар, иә? Қауіпсіздік белбеулерін киеміз, жаңа противогаздар киеміз. Ең бастысы қауіпсіздік. Одан кейін жаңағы сол жұмысты атқару. Жаңа Табиғат мырза айтып қалды, осы кәріздерде өте көп проблемаларды тұрғындар өздері жасайды. Өздері жасайды. Унитазға, туалетке неше түрлі қоқыстар тастайды. Одан кейін жаңағы қалып қалған тамақтар тастайды. Иногда болған бізде жаңағы колодецтің ішінен сүйектер шығады. Жаңағы неше түрлі малдың сүйектері. Бешбармақ жасайды, содан қалып қалған отходтарды біз шығарған күндер болған. Одан кейін жаңа жеке бастың гигиенасы неше түрлі жаңағы. Құрметті ата-аналар, құрметті аналар, өтініш сіздерге ешқандай да памперсті, ешқандай подгузникті. Құрметті ата-аналар, сіздерден көп өтініш, жаңағы үй кухняда жүрген кезде унитаздан неше түрлі қоқыстар тастамауларыңызды сұраймыз. Оның барлығы біздің жұмысымызға кедергі келтіреді. Ертең аварийный ситуациялар создавать етуге бізге қиын жұмыстарды атқаруымыз керек болады. Жаңа жеке басының гигиенасы, памперс, одан кейін тағы да қоқыстар. Тасыңыздар, бірақ сүйегін өтініш мусорға тастасаңыздар. Неше түрлі мусорларды, жаңағы заттарды тастамауларыңызды сіздерден өтініш сұраймыз. Себебі газбен жұмыс жасайсыздар, адам өміріне қауіпті, ал ол адамдар мысалы ойланбай лақтыра салуы мүмкін. Мынау біздің орталық диспетчерлік служба. Барлық мәселелер осы жерге звондайды. Сәлеметсіздер. Бұл жерден сосын барлық судың бағытын біз байқап отырамыз. Қай жерде су бар, қай жерде жоқ. Здравствуйте. Сәлеметсіздер, здравствуйте. Мынау экраннан көрініп тұратын болып тұр ғой бәрі. Біздің операторлар бар. Бұл колл-центр сияқты ғой, Да, бұл колл-центр сияқты, диспетчерлік. За сегодня? Да. За вчерашний и за сегодняшний день сколько заявок поступило? По давлению воды, по отсутствию воды. Бір тәулікте. Бір тәулікте. За сутки, да, получается? Да. И в основном там выезжали наши, да, полностью отработали? Да, выезжаем на утечки, в колодцах. Шамамен 30 шағым бір күнде. Бұл орта есеппен алғанда көп пе, аз ба? Бұл көп те емес, аз да емес. Өткен жұмаларда одан да көп болды. Ең көп болған шағым қай кез болды? Күннің ыстық уақыттарында көп болады. Өйткені көбінің бау-бақшасы бар, суды үнемдемейді, бәрі суарады. Мына жерде міне қарап отырсақ, тәулігіне біздің қала, Астанамыз, орта есеппен алғанда 330 мың шаршы метр су қалаға береміз. Міне бүгінгі күні осындай қоңыр салқын жақсы күндер. Ал күннің ыстық кездерінде өткенде 354 мыңға дейін барды. Сонда 25 мың үстінен көп болып тұр. Солатта жұмыстан келеді, кешкі уақытта сағат 6-тан бастап жаңа суара бастайды. Суарғанда қалай суарайды? Жаңағы крандарын ашады, бұлай тастай салады, сонда беталды су жайылып жатады. Үнемдемейді. Біз оларға өлшегіш құралдарын қойыңдар деп жатырмыз. Мысалы, қалада 27 мың жер үйлер бар, солардың 57% ғана өлшегіш құралдарын бар, орнатылған. 57%? 57-сінде ғана бар. 57-сінде? 43%-ында. 57% деңіз? 57%-інде оларда өлшегіш құралдары орнатылған. Енді 43%-інде орнатылмаған. Неге орнатпайды олар? Олар айтады, жоқ, біз орысша айтқан кезде нормамен төлейміз дейді, жаңағы суды қалай пайдаландық, солай төлейміз дейді. Сонда адам басына ғана төлейді. 2 адам, 3 адам, 4 адамға төлейді, бірақ суды үнемсіз пайдаланады. Сондай жағдай. Енді судың заңы бар. Ол жерде енді бұлай кішкене қайшы жасалған ол. Соны қазір қарастырып жатыр. Водный кодекс деп айтамыз ғой. Соның 92-ші статьясында 2-ші пунктінде жазылған. Жаңағы әр потребитель дейміз ғой. Жаңа өлшегіш құралын орнату керек. Міндетті түрде орнату керек.
Екіншінде жазылған. Енді орта өлшегіш құралы болмаса, ол адам басымен төлеуге құқығы бар деп жазылған. Сол кезде жаңағылар екінші тармағын алады да айтады, біз міне өлшегіш құралын орнатқан жоқпыз, біз осылай адам басына төлейміз деп солай төлейді. Сонда үнемделмейді. Осы үнемдеуге байланысты тағы да қайта оралайық. Мен мына мониторингқа қарап отырмын. Бұл қазір біз сағатына қарап отырамыз. Судың қанша келгенін, Астана су қоймасынан, сосын қанша халыққа беріліп жатқанын. Ол менің мына телефонымда да бар, мысалы, қай жердің давлениесі қанша екенін. Орнатып қойғансыз ба? Иә, телефонда да бар. Міне бұл жерде де бар. Бұл жерден былай түсіндіріп беріп кетсем, қарасаңыз, сонда мынау сағатына көрсетіп тұр. Астана су қоймасы. Вячеславка. Иә. Бұрынғы аты Вячеславка, қазір енді Астана су қоймасы. Иә. Сол жерде міне сағатына 12 мың су келіп жатыр. 3 су құбырымен. Міне қалаға дейін келді. Мынау жаңағы біздің су тазалайтын станциямыз. Міне су келді. Сосын екіншісі мынау Тельмана деген бар. Өзіміздің осы жерде кішкентай шағын микрорайон, ол жерде де бар. Есілден аламыз суды. Одан да міне келіп тұр. Қанша келіп жатқаны міне сағатына көрініп тұр. Технический су. Технический су. Бұл тура жаңағы индустриальный паркқа ТЭЦ-1, ТЭЦ-2-ға барады. Энергетический компанияларға. Технический су деп. Ал мынау халыққа берілетін су. Мына жерде су дайындайды, тазартылады, барлық комплексін өтеді. Одан кейін міне әртүрлі водоводтармен, Иманова көшесінде бар, Магистраль көшесінде 6 водовод бар, осымен қалаға беріледі. Әрбір райондарға. Ең көп суды тұтынушылар сағатты көрсетіп тұр. Қай районға қанша кетіп тұрғаны. Сонда осы жерде көп тұтынушыларды байқауға болады, иә? Иә, мынау 13-ші магистраль дейміз, бұл жаңағы сол жақ жағалауға барады. Сол жақ жағалауға. Қарасаңыз, міне сағатына 5200 шаршы метр су алып жатыр. Тұрғылықты халық көп болғанда кейін шығады. Иманова Сарыарқа ауданына барады 2500. Енді Есіл ауданы өсіп кетті қазір. Орта жолда Алматы районы бар, солардың бәрін сумен қамтамасыз етеді. Сіздер осы жерде отырып, мысалы, кейбір нелерге көптеу жіберуге, кейбіреуіне аздау жіберуге бола ма? Осы жерде отырып, әлде басқаша ма ол? Жоқ. Ол бір мөлшерде не қыламыз? Бір мөлшерде. Автоматтандырылған ба ол? Ол жоқ, автоматтандырылғанда біз былай жасадық. Осыдан 3 жыл бұрын. Енді өзіміздің жаңағындай жобалап қараған кезде осындай жағдайға қазір міне суды дұрыс қамтамасыз ету үшін алдық та сол жақ жағалауға баратын су құбырын бөлдік. Оларға сонда давленияны көп береміз. Судың қысымын көбірек береміз, көбірек су беру үшін оларға. Ал қалғанда бәрі бір немен жобамен біргелкі бәріне су қысымы беріледі, су беріледі басқа райондарға. Ол Байқоңыр ауданы, Сарыарқа ауданы, Алматы районына. Ал Есіл ауданын бөліп қойдық кішкене. Оларға көп беру үшін су. Сондай жағдай. Соның өзінде Есіл ауданына су жетпейді. Енді ең басты сұрақ. Жоқ, қазір жетіп жатыр енді. Жоқ, иә, ең басты сұрақ. Осы жаздың ең басты сұрағы дейінші, осы жылдың ең бір мазалап отырған, тұрғындарды мазалап отырған, мазалайтын да сұрақ, сол судың азаю, болмаса судың болмай қалуы, немесе судың күшінің жетпеуі. Я суға салмайсың, я туалетке отыра алмайсың, я жуына алмайсың, алаңыз. Ұят болды, ұят. Масқара болды қана, масқара. Астанада емес, ауылдың жері өзінде су бар ауылда. Осындай дәрежеге жеттік. Шыны керек, мен жақта жылағым келіп тұр. Су арнасы келеді, застройщикті кінәлайды, застройщик су арнасын кінәлайды. Тәулігіне қазір міне қалаға 330 мың шаршы метр су беріп жатырмыз. Өткен қатты күн ыстықтарда мынау кішкене су жетпей шулаған кезде 354 мың су бердік. Мәселе бәрі неден туды? Міне жаңа айтып кеттік, Астана су қоймасынан 3 үлкен құбырмен су келіп жатыр деп. Мен сөзіңізді бөлейінші, қордаланған мәселелер бар дегенді оқып қалдым, айтып қалды. Көп жерде солай жазып та жүрді. Яғни, осыған дейін шешілмеген проблемалар жиынтығы келді де, қазір сол проблемалардың барлығы сыртқа шықты дейді. Солай, расында солай болды ма? Болды. Неге ол мәселелер соншалықты қордаланып болып тұрды, неге дер кезінде шешілмеді? Енді оның әртүрлі өзінің себептері бар.
Біз мынау Астана су мекемесі бұл су бергенде эксплуатирующий предприятие дейміз. Эксплуатациямен ғана заниматься етеміз. Бірінші ол халықты жаңа сумен қамтамасыз ету. Жаңадан салынып атқан жаңағы нысаналар, немесе құбырларға қатты біздің қатысымыз жоқ. Ол жерлерді салады, сосын бізге балансқа береді, біз ары қарай оны пайдаланамыз. Енді мына жерде жаңа су мәселесіне келетін болсақ, мына Астана су қоймасынан 3 үлкен құбырмен су келіп тұр. Ол енді оның алдында сумен қамтамасыз етіп тұрды. Енді оның алдында 3-4 жыл бұрын, 19 жылдан бастап, жаңадан су құбыры басталды. Осы Астана су қоймасынан бастап, біздің қалаға дейін. 3 жыл бұрын. Одан кейін жаңаға... Неге ол сол кезде басталды? Ол кезде үйлер көбірек соғылды ма? Бір себептерін айта отырыңызшы. Мысалы, проблеманың басы неден басталды? 3-4 жыл бұрын басталған екен. Неге ол қазір жарылды, неге сол кезде шешілмеді? Мысалы, көптеген адамдар оны түсінбейді де? Міне, халық қазір суды көп пайдаланып отыр. 3 жыл бұрынғыдан қарағанда. Өте көп. Кейінгі кезде мынау көп үйлер салынды. Көп мынау жаңағындай мәселелер үйлер болды ғой, жаңа өзінің шешілмей жатқан үйлер. Соларды қосты. Сонда былай қарасаңыз, көп деген тұрғын үйлер қосылды. Қаланы сумен қамтамасыз ету, су көтерілді жаңағы. Қамтамасыз ету, көлем өзі көбейді. Сұраныс артты. Сұраныс артты. Оған сіздер қамтамасыз ете алмайсыздар. Оған дейін біз міне 3 құбырмен барлық жалпы қамтамасыз етіп тұрғанбыз суды. Енді 4-ші құбыр, одан кейін 5-ші құбыр өзі жобада болды. Оны мына 19 жылы бастады. Ол жерде біздің енді жаңағы тапсырушы управление топливный энергетический комплекс деген бар. Управление солар, олардың мердігерлері жұмысты бастатуы келді 19 жыл. Бірақ 20 жыл өздеріңізге бәрі мәлім, пандемия басталды ғой. Сондықтан олардың жұмыстары тұрып қалды. 1 жыл сонда жаңағы өздерінің айрықша графиктерінен өздері айырылып қалды. 21-22 жылы бастады, ол былай қарасаңыз 51 километр. Мынау Астана су қоймасынан қалаға дейін. Соны кішкене уақыттарын жоғалтып алды олар. И биыл міне 9 июнь айында ғана соны тапсырды. Сонда шамасы 1-2 жұма ғана кешігіп қалды өздерінің мезгілінен. Пандемияның кесірінен? Иә, пандемияның кесірінен. Пандемияның оны соғуға не қатысы бар? Ол кезде жұмыскерлерді жинау қиын болды. Жұмыс істеген жоқ, ешкім білесіздер. Екіншіден сосын граница жабық болды. Ресеймен де, Қытаймен де. Ол жерден көп материалдары сол шет мемлекеттерден келеді. Еңбек күшінен бұрын менің түсінгенім материалдың дер кезінде келмеуі деп түсіндірген дұрыс шығар. Себебі ол халыққа керек мамандықтар, яғни күнделікті ондай мамандықтар пандемия кезінде демалған жоқ, жұмыс күші. Жұмыс күші тұрды, олар жағынан да болды. Енді мәселе сол қателесу мүмкін. Көп материалдарға келмей қалды, уақытында келмеді, кеш келді, содан кейін бұл жоба кішкене созылып кетті. Бұл жерде енді кәріз суын қолданған кезде адамдарда бір элементарный мәдениеттік жоқ. Енді қала ұлғайып жатыр, қала салынып жатыр. Сонда қазір біздің жұмыскерлер мына кәріз суын тазарған кезде ішінен неше түрлі алып шығарып жатады ғой. Сонда осы жерге звонок түседі, барады бригада оны тазартады. Бірінші енді мамандарды ол жұмысқа бәрі келе бермейді. Қиын. Түсінесіз ғой? Түсініп тұрмын. Сантехник. Кішкене ластау жұмысты айтуға болады. Сондықтан ол жұмысшыларды енді жұмыстар қиын деп айтуға болады. Барып тазартқан кезде өзі арнайы оған спецтехникалар бар. Бірақ олар бәрінен де шеше алмайды. Сондықтан кейбіреу өздерінің қолдарымен түсіп деген сияқты бірдеңелермен алып шығып жатса, ішінен неше түрлі шығады. Ол тряпкалар, жаңағы сосын строительный мусор дейміз, бытовой мусор дейміз. Сонда үлкен биік қабатты үйлер тұрып, соны мусорный жәшіктерге барып тастағанның орнына бәрі алады унитазға жібере салады. Кәдімгі стройматериалдар. Сол бер жағы. Ремонт жасап жатқандар стройматериалдарын ақырына жібереді. Ана жаққа түсу енді әжептәуір оларға қиын шығар. Одан кейін енді артынан кейін көшіп келеді тұрғындардың өзі солай.
тряпкаларын ұстайды, сосын санитарный жаңа гигиенический тряпкаларын, памперстарды білесіз ғой, ол суды жинаған сайын одан сайын ұлғая береді да, бәрі жауып тастайды, сосын бәрі звондайды, ой біздің үй подвалға су кетіп жатыр, канализация жүрмей жатыр. Сонда деймді, сонда жасап тұрған адам соншалықты көршісін де сыйламаған болып тұрғаны ғой. Солай. Ол сіздердің еңбек күштеріңізді сыйламау бер жағы. Бүкіл сол кісінің іс әрекетінің кесірінен бүкіл үйде канализация жұмыс жасамай қалады. Өзінің көршілеріне, сосын қалалық жаңағы магистральный жүйелер бар ғой, соларға да кедергі болады. Ол бір қалыпты бәрі жұмыс істеп тұрғаннан. Сорақы тапқан білмеймін нелеріңіз қандай? Айтуға ят па? Иә, айтуға ят, шын айтсам. Көп болды. Енді нәресте балаларды да шынен бар болды шыққаны. Енді ол кезде сол жердің органда істейтін қызметкерлерді шақырып, бәрін сол жерде анықтап, өздері тергеу жұмыстарын басталды. Сондай жағдайлар болды. Ең қиын соны көрген кезде сондай болды. Ол жерде әдейі осындай біз экран іліп қойдық. Сонда точка? бәрін ол жерде қарап отырамыз, судың қысымы. Қай жерде мынау насосный станциялар тұр, су сорғыш станциялар, сол қанша міне қысым беріп тұрғаны. Неге мынау сары? Карта бойынша көресіз ғой. Бұл жерде енді жұмыс істемей тұрған шығар. Қызыл болса ғана жаңағы давлениенің азайып тұрғаны, а бұлай енді сары болғаннан кейін автоматтандырылған, иә? Family Village деп тұр, бұл жақ енді сол жақ не ғой. Мына жерде су аздау деген сөз ау дейме, минус деген. Жоқ, мынау істемей тұр қазір. Насосный станция істемей тұр. Барады да оны сосын тексереді. Қызыл жанып тұрса, ол жерде жаңағындай давление тиісті судың қысымы болмай тұр деген ғой. Мұны сіз сол жағалауда айтып тұрсыз. Иә. Орда былай қарасаң. Мынау не білдіреді? 1.96, 1.58 деген. Судың қысымы біз беретін бір жарым. Жаңағы ар жағынан әр үйдің астындағы тұрған насостар алады, өздері көтеріп алып кетеді. Сондықтан қаланың барлық магистральный сетінде біздің беретініміз 2 жарым. Сонда солай беру керек. Сол орталықта болу керек. Бұл жерде жаңағы, бұлар жаңағы әрбір жердің рельеф әртүрлі ғой. Кейбір жерде көтеріліс жаңағы биіктеу ол жерлерге судың қысымын көтеріп, осындай 4-4 деп қояды. Мына жерде демек биіктеу жер болып тұр ғой. Биіктеу. Мынау біздің темір жол станциясына қарай ғой, сол жаққа қарай су береді. Сондықтан биік болғаннан кейін осындай судың қысымын көтеріп. Судың қысымы бірден түсіп кеткенде мына жерде қызыл жана бастайды ғой, түсінгенім, иә? Өткенде қиын жағдай болған кезде... Бәрі қызыл болды ма? Жоқ, бәрі емес, енді солтүстік жағалаудың қызыл сары болып тұрды ғой. Содан кейін дыбыс шығарма, ондай шығармайды. Дыбыс шығарған жоқ. Бірақ енді қызыл болып тұрғаннан кейін, бұл жерден күнделікті өтіп атамыз ғой, сол кезде бір жауапкершілік біз үшін. Иә, кинодағыдай ғой, болады ғой, бір анау американдық бір киноларда мына жерде барлық адамдар тұрады, бәрі қарап, қадағалап, не істейміз деген сияқты. Сіздерде де сонда енді күліп айтып жатырмыз, кешіріңіздер, ол күлкілі нәрсе емес. Бұл кезде күлуге шамамыз келмеді. Иә, күлуге шамаңыз болмады. Менің ойымша, хейт деген көп болған шығар, иә? Мынау пікір, сыни пікір. Қалай жұмыс жасадыңыздар? Қалай түсіндірме жұмыстарын жасадыңыздар? Әкімнің өзі барып, түсіріп, видеоларды жүктеп жүрді. Қайырлы күн, құрметті Астана қаласының тұрғындары. Соңғы уақытта Астана қаласында су тапшылығы мәселе көтеріліп жатыр. Расында ондай мәселе бар. Қазіргі күніне 25 мың кубометр су жетіспей жатыр. Қаламыз өсіп жатыр. Жылына кем болғанда 60-70 мың жаңа тұрғынға қаламыз өседі. Және соңғы 3 жылдың ішінде қаламызда тұратын азаматтардың саны 200 мың адамға көбейді. Енді біздің әкімге өте қиын болды. Ол кісі бәрін өзі төзіп, көтеріп, өзі барып, күнде сұрайтын да. Сонда сағат 5-тен бастап таңғы звондайды. Ең соңғы қоңырау сағат түнгі 12 болатын. Таңғы 5-те әкім звондайды ма сізге? Қанша жаңағы судың қоры бар, қанша бүгін бере аламыз су деп. Сағат 5-тен бастап звондайды. Түнгі 12-де? Түнгі 12-де сосын тағы звондайды. Ана ауданда шулап жатыр, мынандай үйлер шулап жатыр, оны не істедіңдер, қандай деп. Сонда ол кісімен жаңағы телефонмен сөйлескен таңғы 5-тен басталып, түнгі 12-ден аяқталады. Ашуланған кез болды ма? Ол кісі ұстамды кісі енді. Мына жерде жұмыс уақытында қараймыз, бұл жерде ыңғайлы ғой. Ал енді басқа жерлерде жүреміз, басқа нысаналарда жүреміз, әкімшілікте жүреміз, сонда түнде жатардың алдында осыны қарап отырмыз телефон.
міне қарасаңыз, міне судың қысымы әр районда, әр көшеде қанша екенін бәрін көрсетіп тұр. Егер сәл төмендесе, сіз бірден хабарласасыз. Мына жақта мынандай проблема жатыр. Неге? Неге мына жердің суы түсіп кетті? Сіздер сонда 24-те 7 жұмыс жасайсыздар. Демалатын уақыт бар еді, 12-ден 5-ке дейін. Сіз басшы ретінде. Бірақ басқа бөлімдер күндіз-түні жұмыс жасайды. Өйткені бір жерде жаңағы кезекпен істейтін өз бригадалары бар, бөлімдері бар, солар жібереміз. Жаңағы болдық қой, орталық диспетчерлік. Олар тәулігіне өзі алмасып жұмыс істейді, күндіз де, түнде де. Сондықтан олар барып тексереді, неге бұлай болып тұр деп. Сонымен қарасаңыз, бұл жерде 30-дан аса көше бар. Қаланың әр жақ шетінде тұрған. Мына жерде ғана міне жаңағы айтқан жер ғой, минус Қабанбай. Бұл жер істемей тұр ғой деймін. Істемей тұр. Қалған жердің барлығы. Былайша айтқанда сіз күндіз-түні таңертең көзіңізді аша сала осыны қарайсыз ба? Таңертең сосын жатарда бар қараймын. Қалған уақытта мына жерде көресіз. Жақсы, жүрейік онда. Біз қазір келген жеріміз бұл су дайындау, су тазартау станциясы. Бәрі НФС дейді, соны көбі білмейді, әйтеуір НФС-те үйреніп алған. 2010-2011 жылы түрік компаниясы, Түркуаз деген солар салып берді. Негізі жалпы сәлемдер. 305 мың шаршы метр су көтереді. Проекті жоба бойынша бұл станция. Соның 200 мыңғы бұрынғы Цинеград уақытында салынған станция ғой. Қалған 105-ін 2010-2011 жыл түріктер осы іске қосып берді. Сонда 305 мың шаршы су көтереді бұл. Бірақ қала қазір, міне бүгінгі күні 330 мың су пайдаланып отыр. Сонда біз осы кейінгі 2 жылда бір үлкен жұмыстар атқарды осының ішінде. Мына жерде су қорын, жаңа резервуарларды үлкейттік, одан кейін тағы бір насостарымызды күшін көбейттік, содан кейін тағы қосымша насостар қостық. Соның арқасында міне қазір 330-350 мың су беріп отырмыз осы станциядан. Қараңыз. Жобасы 305 болғанның өзінде біз 350 мың су беріп отырмыз. Тазартылмаған су осында келеді. Иә, Астана су қоймасынан осында келеді. Осында келеді. Осы жерде тазартасыздар, жаңағы болоңғырлығын. 3 сатысы бар. Қазір көрсетесіз оның барлығын. Иә, оның бәрін қазір көрсетеміз. Міне бұл жерде де осындай үлкен не бар, жаңа диспетчерлік орталығымыз бар. Осы жерде жаңа көріп отыр. Қанша су келді, қалай келді. Бұл жерде енді тәулік емес, сағатымен қарап отырады барлығын. Сонша сосын ана жерде дайын судың мынау су қоймасы бар осы жерде. Осы жерден бәрін қарап отырамыз. Сосын қанша халыққа, қанша жаңағы техникалық су беріп отырған, осы жерде операторлар өздері бөліп отырады. Сосын насостардың қалай жұмыс істеп тұрған, электр қуатын қанша алып жатқан, соның бәрін қарап отыр. Мына жерде жаңа қызарып, мынау 7 деген қызарып тұр. Бұл жерде жаңағы қазір ремонтта шығар. Бұл жаңағы су нелер ғой, насостар ғой. Сондықтан. Қандай да бір ақау болса, проблема болса, осы жерде көрсетіледі бәрі, иә? Бәрі көрсетіледі. Жасылдары қазіргі жағдайда жұмыс істеп тұрғандары, сарылары ол резервта тұрғандары, өйткені бір-бірімен жаңағы алмасында жұмыс істеп отырады ғой. Анау қызарып тұрғаны енді, қазір қайттан сары болып қалды. Сары болып тұр, иә. Бұл жерде бірдеңесі ретке келмей тұр. Оны енді бүгін қазір барып қарайтын шығар. Мынау біздің резервуарлар. Мынаның әр резервуарымыз жаңағы қорын жинайтын 20 мыңнан. Сонда қазір міне бүгінгі 80 мың біздің толып тұр. Тек қана мынау мысалы көбірек қазір қала тұтынып жатыр ғой. Тұтынып жатыр. Ортан кейін бұл азайған сайын сары жазады, ең соңында қызыл. Бір күнде түгел жанама, сонда қызылға дейін? Иә. Бір тәулікке, иә? Бір тәулікке сонда толтырылады. Түнде толтырылады, су дайындалады, күндіз бәрі беріледі. Сонда бұл жерде енді жаңа айтып кететін жағдай судың тарифі туралы. Міне, тарифқа байланысты. Түсіндірейікші, салыстырмалы түрде дәл біздің өңірде тариф ең төмен екен. Иә, Астана қаласында. Астана қаласында. Қаншалықты рас? Басқа өңірлермен салыстырғанда, мен өзім Қарағанды қаласында жұмыс істедім, 5 жылдан аса. Ол жерде бүгінгі күні 103 теңге. 100 теңге. Несі, қалай? 1000 литр су. 1000 литр су, 103 теңге. Көкшетау, Қостанай, жақын өңірлерді айтып жатырмын. 75 теңге, 85 теңге бағасы. А бізде 48 теңге.
Неге бұл көтермейсіздер? НДС-пен қосқан кезде жаңа 53-54 теңге болады, бірақ енді бағаны тарифті айтқан кезде НДС-ті айтпайды. Сондықтан 48 теңге деп айтайын. Халық үшін 48 теңге осындай. 1000 литр су. Енді мен салыстырмалы түрде айтайын. Күн қатты ысыған кезде көшеден біз су алып ішеміз. Шамамен 0,5 суды біз 230-250 теңгеге аламыз. 250 теңгеге. 0,5 суды. Ал бұл жерде біз 1000 литрге 48 теңге төлейміз. Судың құны жоқ. Содан кейін де ешкім бағаламайтын шығар. Қайдан білесіз? Судың құны болса, судың бағасы болса, оны құрметтейді, оны үнемдейді. Мен бір мысалды, тағы да сөзіңізді бөлейін, бір мысалды айтқым келіп отыр осы жерде. Балам қазір оқуға бара жатыр, сол жерде мұғалім айтады. Таңертең жуынуға 1 стақан су беріледі, соған тістерің жуасыңдар, беттерің жуасыңдар. Бұл шетелде. Кез келген шетелге шығып жүрген адам, басқа өңірге барып жүрген адам, кранның басында стақанды көреді, 2 стаканды. Мен басында ойладым, бұл стаканды бұлай төңкеріліп тұрған стаканды дұрыс қойып, ішіне зубный паста, щеткаларды салады екен ғой деп. Сонда менің білместігім ғой, сөйтсем, бұл стақанға 1 стакан суды алып, тісіңді де, бетіңді де сол 1 стакан суға жуу керек екенді білдіретін білмеген ғой. Енді ол менің жеке өзім басымда өткен жағдай. Тура солай. Кім қаншалықты өзінің үйінде 1 стакан суға тісін жуып, бетін жуады? Олай емес қой. Біз ағызып қоямыз. 1 стакан су сізге толығымен жуынуға жете ме? Жоқ. Жетпейді, конечно. Енді өтірік айтпай қойын, негізі жетпейді ғой. Негізінде суды үнемдейміз деп айта алмаймын. Мен қасында құрбыларыммен бірге тұрамыз. Мысалға ыдыс жуғанда да суды ағызып қойып тұратын кезіміз бар. Бізде барлық жаңа қысыммен ағызып қойып тісін жуып атқан өзім көзім көрді. Сосын кейде енді қазақ болғаннан кейін қонаққа да барамыз. Сол кезде жаңа қолын жуып атқан кезде адамдарды көресіз. Сабындап тұрғанда су ағып тұрады. Тастайды, бәріне сабындап атып қол жуып атады, сондай бар. Енді өзім осы салада істеп жүргеннен кейін үйде де жаңа бала шағаның да бір жерде артық су қолданып жатса ұрсып жататын жағдайларым бар. Енді су жаңағы айтып отырмыз ғой, мына шетелдік елдерде, басқа елдерде оның бәрі мына қонақ үйге барғанда көрінеді. Қонақ үйге барған кезде жаңағы өзіңіз айтқандай стакандар тұрады. Ол не үшін? Ол жерден жаңағы краннан су үшін емес, жаңағы өзіңіз айтқандай тісіңді жуу үшін, сондай пайдалану үшін жасалады. Енді біздің қонақ үйлерді білмедім, бірақ қоя ма, жаңағы стакан қоймай ма, бірақ о жақта өте суды үнемді пайдаланайды. Ол бірінші неден? Адам қалтасынан. Судың тарифі үлкен. Бағасы үлкен. Өте қымбат. 1,5 евро, 2 евро болады. Сонда 1000 теңгені өсті ғой. Ең аз 1000 теңге. Сонда біздің 48 теңге қандай, олардың жаңағы 1000 теңге қандай. Айырмашылығы сонда. Сондықтан сондай. Егер тарифті көтерген жағдайда қаншалықты көпке көтересіздер? Енді қазір бұл талқыланып жатыр ма? Бұл қазір талқыланып жатыр. Бірақ енді өзіміздің жағдайға байланысты біз барлық көрсеттік өзіміздің жаңағы қай мәселе жағын көтеретінімізді. Ол ең бірінші осы бізде бағана айтып кеттім, 2000 адам жұмыс істеп отыр. Олардың жалақысын көтеру. Өйткені көп мамандар кетіп жатыр бізден. Көбін тәрбиелейміз. Жаңағы олар өздері бір үлкен тәжірибе алады. Одан кейін жаңағы басқа жерде бір құрылыс компаниялары немесе басқа жаңағы национальный компаниялар өздеріне жұмысқа шақырып алып, сонда кетіп қалады. Біздің жалақының аз себебінен. Ол сондықтан жұмысы өте ауыр, жалақысы төмен. Жұмысшыларды тұрақты жұмыспен қамтамасыз ету үшін, олардың тұрақты жұмыс істеу үшін олардың жалақысын көтеру керек. Жалақысын қайдан көтереміз? Тариф көтеру керек. Одан кейін мынау ескі райондарымыз бар. Ол Сарыарқа ауданы бар, агрогородок дейміз. Сосын мынау Байқоңыр ауданында мынау өндіріс, кирпичный деп айтамыз. Мынау темір жол, бұрынғы Сарыарқауой. Сол жерлердің суыттық құбырлары, кәріз құбырлары ескірген, тозған. Соларды ауыстырайық десек, тағы да оған қаражат керек. Қаражат қайдан? Жаңа судың бағасынан туып тұр. Жаңа өздеріңіз көздеріңіз жетті, барлық көліктерді араладық. Жаңа служба канализацияныкі дедік, служба водоснабженияныкі дедік. Сонда машиналарды қарадыңыздар ма, көңіл аударыңыздар ма? 80-ші, 90-ші жылғы машиналар. Ескі машиналар. ГАЗ-53, ГАЗ-10-дар, сондай машиналар.
Енді будкаларын бірдеңе қылып жамап өзіміз істеп алдық оны. Адамдарға қолайлы жағдай туғызу үшін оны өзіміз ішінде сыртын бәрін жаңартып бәрін. Ал бірақ енді машинаның қаңқасы, оның жаңағы двигателі, оның коробкасы, оның жаңағы дөңгелектері барлығы тозған. Темір тозған. 80-90 жылы машиналар. Сонымен жүр. Оны ауыстыру үшін бәрін ертең күні ол жаңағы сіз айтып отырған аудандарда канализация жарылса, масқара сол кезде болады. Тұрбалары жаңармағаннан. Мысалы, қазір мынау Жеңіс Мақмалдыш халықпен жиі кездеседі ғой. Жуырда осы Юго-Востоктың сол жағымен кездесу болды адамдармен, тұрғындармен. Сол кезде айтады, вот сіздерге жаңағындай заявка береміз, сіздердің машиналарыңыз жарты сағат 45 минутта келді дейді. Айтамыз, сіздер қызықсыздар, енді скорый помощь емес қой ол. Жедел жәрдем емес, тез баратын бір 10-15 минут. Ол жаңағы жиналып, басқа жерде жұмыс істеп, құрылғылары, басқа жерде жұмыс істеп атқан шығар мүмкін. Сол жер жұмысын бітіріп, сосын барып, бірақ келеді. Сонда бұлай қарасаңыз өзі уақыты бар, арнайы келетін. Сонда соны реніш білдіріп жатыр. Сосын түсіндіріп айтып бердім, енді түсінді ме, түсінген жоқ па? Қазір халық кішкене ашулы. Ашулы, иә. Тариф қай жылдан бері өспеді? Тарифті ең соңғы осы 21 жылы көтердік, сонда көтергеніміз 4 теңге ғой. Қазір қанша теңге? 44 теңге болды, 48 теңге болды. Қазір қанша теңгеге көтерулеріңіз келіп тұр? Қазір міне жобамыз 48 теңге болса, 58 теңгеге, сонда 10 теңге. Оны бұлай түсіндіріп берейін. Мынау әр пәтерге өзі келеді ғой, квитанциялар. Соның үшін қарасақ, ең бірінші қымбаты жылу. 7-000-6-000-ның маңында. Одан кейін электр қуаты 6-000-5-000 маңайында. Одан кейінгі жаңағы ОДН дейді, әр пәтерлер өзі жаңағы обслуживающий компанияларына ақша төлейді. Енді білмедім, әр түрлі болады ғой олардікі. Одан кейін телеком, интернет. Судан жоғары. Енді бәрінде Wi-Fi бар деген сияқты. Солар. Содан кейін жаңағы лифтісі бар, жоқ, немене дешеді, домофон деген бар, соны төлейді. Ең соңында суды төлейді. Сонда чек бір айдікі 1200 теңге ол солай төлейді. 1200-1300 теңге. Ол су әрі кәрсіз қосылғанда. Ол көп па? Бізге мүмкіндік берсе, біз 100-ге дейін де көтеруші едік. Биыл тұрғындар үшін тарифтер 10%-тен 30%-ке дейін өседі. Бұл барынша ұстанымды тариф. Онсыз коммуналдық инфрақұрылымның сапалы жұмысын қамтамасыз ету, оны жаңғырту мүмкін емес. Тариф мәселесінде біз барлық жақтың да мүдделерін ескеретін тең ортаны таба білуіміз керек. Яғни саланы дамыту қажеттілігінде, халықтың мүмкіндігінде ескеруіміз керек. Бірақ енді өзінің жаңағы бар ғой жағдайы бар, олар тексереді. Оны мынау департаментіміз бар, регулированного естественного монополия дейді, жаңағы антимонопольный комитет дейді. Солар барлығын өз тексереді, шығындарыңды тексереді, жалақыны қанша көтеру керек екенге мүмкіндігін қарайды. Соның бәрін жобалап қараған кезде, сонда олар сендерге 10 теңге ғана деп қазір келіп отыр. Ол жылдың аяғына дейін. Арғарай тағы қарастырамыз дейді. Қай уақыттан бастап көтеру жоспарлануда? Осы 1 июльден бастап, шілдеден бастап, иә. Біз қазір барлық су қалай дайындалады, соны қазір көреміз. Бірақ ол үшін бірінші киініп алу керек. Халат бар, бахила бар, соны киіп алайық. Себебі? Өйткені бұл жерде ауыз су дайындалады ғой, сондықтан таза болу керек. Ал бұл жерде бізде су дайындайтын станция нағыз. Бұл жерде 3 сатыдан өтеді. Ең бірінші залалсыздандыру, одан кейін жаңа судың бұлыңғырдығын азайту, мутность дейді ғой. Одан кейін үшінші жаңа сүзгі өзі сүзгіден өткізу. Қатты ана жақта судың дыбысы шығып. Мен осы жерден сұрап алайыншы. Кейде краннан ағатын судың дәмі бар Астанада. Содан кейін Астанаға келіп, сырттан келген адамдар жиі мынандай шағым айтады. Астананың суынан кейін шашымыз түсе бастайды, демесе денеміз құрғай бастайды, қыши бастайды дейді. Қаншалықты рас сол нәрсе? Енді бұл Астана су қоймасынан келген су. Ол жерде су жаңбырдың суынан, қардың суынан жиналған су. Енді жаңа ондай суға үйренбеген адамдар таулы жерде, жердің асты суын пайдаланған адамдар шығар. Өйткені екі түрлі. Жердің асты суы, таудың суы, Шымкенттің суы таза, Алматының суы таза, өте таза.
Ал біздікі енді мына Астана су қоймасынан келіп отыр, ондықтан айырмашылықтары бар. Дәмінде бар, иә? Дәмінде де бар. Одан кейін біз жаңағы көптеген реагенттерді қосамыз ғой, бұны тазарту үшін. Сосын оның да әсері бар. Бір кездері кәдімгідей суда хлордың дәмі шығып тұратын. Лайла ханым, енді бұл жерде су таза болғаннан кейін жердің астында таудың суы реагент, химический реагенттерді аз қосады үшін. Біздікі енді үлкен ашық су қойма, содан келіп тұрғаннан кейін оны тазарту үшін біз көптеген жаңа химиялық реагенттерді пайдаланамыз. Содан кейін дәмі сондай. Ал жаңағы қышынады, құрғайды. Химиялық реагент қосқаннан кейін ол әсерін береді. Демек рас екен. Былай жалпы су таза. Сонда өңірлер бойынша сіз басқа өңірлерге барып жүргенде, ух ты! О, хлордың иісі. Ең бұл жерде тек қана хлор емес қой. Ең бірінші су келеді, оның жаңағы барлық жаңағы қылшығын тазалау үшін, тағы да басқа бір бұлыңғырлығын алу үшін реагент қосамыз. Мына осылар міне реагент. Осының бәрін ол жинап алады да, өзі төмен түседі. Мынау? Иә. Мына судың бетін бәрін осылай. Ең біріншісі сонда залалсыздандыру, обеззараживание дейміз орысша айтқан кезде. Одан кейін бұл жерде міне суды мутнысын азайтады. Мынау реагенттер сыртында тұрған. Бетінде тұрғанда реагенттер, яғни жаңа бір қышқылдар, барлық қылшық, тағы мусорды жинайды да, сосын өзі судың астына батып кетеді. Ал тазарған су мына жаққа ауысады. Сосын мынау фильтрлардан өтеді. Бұл жерде міне фильтр, астында песок, сол песоктан өтеді да, бұл алмасып өтеді. Сонда көрдіңіз ба, су сәпсіз таза. Бұл біздің краннан ағып жатқан суымыз. Әлде мынау ең соңғы су қайсысы? Ең соңғы таза су? Ең соңғы міне осы жерден өтіп, ар жағынан жаңағы резервуарларға береді. Ең бірінші жаңа бағана көрсетіп кеткен резервуарларға барып жиналады. Сосын ар жағынан насостармен бүкіл қалаға беріледі. Мына су қанша резервуарлар толтырып жатырмыз. Мынау қанша тұрады? Бұл өзінің әрбір уақыты бар. 20 минут, жарты сағат, әр өзінің жаңағы ретімен. Міне бірнеше өзі... Айырмашылығы бар ма мына мен мынаны? Жоқ, бәрі бір, е? Бір жерден келеді да, осы әртүрлі отстойниктарда, бірақ өзінікі бір іс-әрекет қой. Жаңағы су тазалайды да, сосын бір жаққа береді. Мынау үшінші сатысы. Бұдан кейін тағы да, одан кейін жаңағы гипохлорид қосылып, тағы да залалсыздандырады. Сосын барып жаңағы су қорын көбейтеді. Енді қараңызшы, қазір байқаймыз, барлық үйде фильтр бар. Ешкім краннан су алып бұлай ішпейді. Көп адамдар ішпейді дейді. Ешкім демей-ақ қойайын, көп адамдар краннан су алып ішпейді. Себебі жаңағы фильтр сататындар солай жарнамалағаны соншалықты. Мына фильтрді қараңыздар, краннан ағып жатқан судың түрін қараңыздар дейді. Оны бұлай түсіндіріп кетіп көреді, енді қала күн сайын өсіп жатыр, салынып жатыр. Жаңа желілер, жаңа құбырлар қосылып жатыр. Сонда мына жерден таза болып шығады. Бұны біздің өзіміздің осы жерде лабораторияда бар, күнделікті тексеретін. Одан кейін жаңағы СЭС дейміз ғой, солар келіп қадағалап отырады біздің жұмысымызда. Бұл жерден таза шығады, ар жағынан жаңағы вторичный загрязнение дейді. Екінші ар жағынан жаңағы желілермен өткен кезде барып бірдеңелер қосылып кетеді. Песок қосылады, жаңа су құбырларын қосқан кезде. Барлығы салған кезде барлық строительный норманы сақтамайды ғой. Сондықтан жаңаларын, жаңа микрорайондарды, жаңа құбырларды қосқан кезде ішінде сондай дұрыс емес заттар шығады. Ол жаңағы песок, тағы бірдеңелер. Олар жуат, шаят, бірақ сонда да қалып қояды ішінде. Сіз өзіңіз үйде краннан су ішесіз бе? Ішкен кезде біз өзіміз ең бірінші алғанда тұтынып ішеміз. Ішкене жарты сағат, бір сағат ішкене судың тұрған тұрыс. Краннан жинап алғаннан кейін. Неге? Енді ол өзі жаңағы ішінде хлоры да, басқа да химический реагенттің бәрі төмен түседі. Сол бетіндегісі ішуге болады. Бұлай бетовой фильтр дейміз. Біз бәріне де айтамыз. Алыңдар бетовой фильтрді. Бірақ қырайындай фильтр алу үшін ертең реклама сияқты жарияланып кетеді. Сондықтан әркім мұршасына қарап өздері алады. Ал жақсы. Іші таза, жарым. Мына жерде жұмыс істейтін адамның айлық жалақысы неше? Бұл жерде
Масқара ғой, мынау хлор иіскеу, біз 15-20 минуттың ішіне басымыз ауырып тұр. Райда ханым, енді кәріз саласында жұмыс істеп жүргеннен гөрі бір жерде жұмыс істеген сәпсім таза. Бір жерде 180-200 мыңның маңында бар. Кәріз саласында ішлейтіндер 200-250 мыңның маңында бар. О жерде өзінікі орысша айтқанда завредность дейді 12%. Сондай жалақы. Ал бұл жерде де завредность 12% па? Бұл жерде жоқ. Одан аздау. Бұдан аздау, я? Түсінікті. Шында да ар жақтағы хлордың иісінен кейін мына жерге келіп кәдімгідей тынуға болады екен, Жанна ханым? Хлордың иісін уже сезіп тұрған жоқпыз, біз әбден үйреніп қалғанбыз ғой енді. Жанна Жолманқызы, айтыңызшы, қанша жыл болды осы жерде жұмыс жасағаныңызға? 20 жыл болды мен жұмыс жасағанына. Бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, тек қана Астана су арнасын кінәлай бермеу керек деп. Ну, мы именно производственники. Мы из сырой воды производим питьевую воду. Это процесс очень долгий, он проходит в течение 5-7 часов. Это целый рабочий день, да? Вода поступила, прошла все этапы очистки воды. Это обеззараживание, осветление и фильтрация. Пройдя все эти весь процесс очистки воды, вода поступает в резервуары чистой воды. Значит, это говорит о том, что мы работаем не с колес. Вода зашла и вышла. Целый процесс такой идет в течение 8 часов, если округленно можно так сказать. И для того, чтобы вот вы вечером, вот как простые обыватели, да, вы вечером, ночью спите, мы работаем. Мы очищаем воду, чтобы на утро наши 4 хозпитьевых резервуара были полные. Ну, потребителям я хочу сказать, қазақша айтады ғой, судың да сұрауы бар. Үлкен кісілер бұрын айтатын. Ай, көресіңдер, ертең бір заман болады, сонда просто источников пресной питьевой воды в Казахстане вы сами знаете, да, по географии школы, я думаю, что это все знают. Поэтому воду нужно беречь. У нас вот столицу снабжает именно одно вот это Астанинское водохранилище, на которое мы молимся и уповаем, если можно так сказать, да. Поэтому в период паводка, когда весной много снега, когда тает лед, снег, отовсюду вода поступает в это водохранилище, мы радуемся, потому что пополняется водохранилище, и воды становится больше, качество воды улучшается за счет прибавления воды. И когда вода уже поступает к нам, нам даже легче эту воду уже очищать и делать ее пригодной для питья. Суды күн сайын тексереді, кеп атқан суды тексереді, одан кейін тазартылған суды тексереді. Сосын қалада өзіміздің... Нақсы тексеретін сияқты? Иә, бұл кісі лабораторияның бастығы, Забида Тезекбаевна деген. Сәлеметсіз, Ләйла, өте қуаныштымын. Бірден көрініп тұр сіздің тексеретін адам екеніңіз. Ақ халат кигенсіз. Иә, ақ халат кигеннен кейін қалай тексересіздер? Енді барлығын осы кісі айтып кетсін. Мен ойлаймын да, тексерге деп дәмін көріп, нормально. Олай емес пе? Қалада 60-тан аса біздің су тексеретін жерлеріміз бар. Ол ең бірінші қаланың шет жақтары. Сосын енді қалада былай айтқан кезде Астана болғанмен 203 водоколонка бар. Құрметті көрермен, егер де сіздің үйіңізде, Астанада, суыңызда қандай да бір дәм пайда болса, болмаса ішінде бір құм, тас пайда болса, білмеймін енді, қандай да бір өзгеріс байқалса, сұрақтың барлығы сізге келіп тіреледі. Солай ма? Иә, сондай жағдайлар болған уақытта бізге хабарлайды. Сондай жағдай бар, түрі бөлінді, әлде песок болды ма, сондай уақытта біздің жұмыскерлер тез арада сол жерге барып адрес бойынша сол жерден су алады. Күніне қанша рет қадағалайсыздар? Күніне өзіміздің мынау производственный контроль дейді, бізде лабораторный производственный контроль бар, санитарлық ережеге байланысты. Сол бойынша күніне 2000-2,5 мың анализдер алынып отырады. Ол жаңағы басқа, мынау айтылған жалыптардан басқа. Жалыптар болса, оған производственный контроль қарамай, біз өзіміз барып ала береміз. Лаборатория барып көрейік? Иә, көрейік. Ух ты! Қанша адам жұмыс жасайсыздар мұнда?
испытательная лаборатория имеет в своем составе 26 специалистов. Из них вот этот зал у нас называется аналитический зал. В аналитическом зале у нас работает 3 человека, но в данный момент у нас 1 специалист пока внизу работает. Ну, у нас теперь, вы прекрасно знаете, новая насосно-фильтровальная станция строится. Часть людей сейчас у нас туда выезжает, в общем-то, для отбора проб. Ну, покажите бізге, көрсетіңізші, қалай тазалайсыздар суды, қалай жаңағы... Да, су келгенде, қазір мінеке показательдерін перечисли, какие. Контроль качества воды у нас ведется ежечасно. То есть ежечасно мы проверяем воду на такие показатели, как остаточный хлор, мутность, да, органолептические показатели. Но сары мынаған қарағанда? Ну, это у нас свои пробы, да? Негізі мы можем взять питьевую воду и посмотреть, да, провести анализ на питьевую воду. А вот это вот Ильинка деген не? Это у нас по городу есть подкачки. То есть в Ильинке, это наша вода, мы отбираем по городу. То есть сіздер қала бойынша суды жинайды, сосын осында келеді, тексересіздер күнде бұл процесс? Күнде. Сонысын, мынау фильтровальный насосный станцияда қазір жаңа болған шығарсыздар, ол жаңағы лаборанттың айтып кеткеніндей, сағат сайын. То есть фильтрдан шыққан суды сіздер еще тексересіздер? Еще тексереміз. А мынау қаладағылар өзі жаңағы производственный контроль деген сияқты, соған өзіміз ол да программа бойынша күнде барып алынып отырады. Міндетте ғана, тек қана мына жерде ғана емес, сол қала бойынша тағы да суды әкеліп осында тексеру жүріліп жатады. Ух ты. Салман көрсетейін, я Ильинка, это у нас питьевая вода, это наша вода. Мы можем сейчас проверить жесткость воды. Мен жаңа айттым ғой, айтпақ, шашым түседі, денем құрғайды, қышынамын, тағы не дейді, сондай судың құрамына байланысты мүмкін адамдарда сондай бір түсінік қалыптасқан Астанаға барса. Не қояйын деп жатсыз? Біз ГОСТ бойынша, да? Нормативный ГОСТ бойынша анализ жасаймыз, судың жесткостін қараймыз. Вот окраска поменялась. Ух ты, фиолетовый болып қалды. Сіз бірдеңе құйдыңыз ба? Вот по этому мы смотрим, сколько у нас нашел фильтрования, то есть 4,4 сейчас жесткость. Норма по ГОСТу 7, то есть в нашей воде содержание жесткости 4,4. Это много, мало? Это в норме. В норме, до 7. 7-ге дейін норма болып есептеледі. То есть Астананың суына шашын жусаң түсіп қалады деген өтірік әңгіме. Жесткость бойынша, кермектілігі бойынша бәрі нормада екен. Табиғат мырза, соңғы сұрақ. Судың сапасына шағым көп. Судың жетіспеушілігі бір бөлек әңгіме. Осы жерде менің түсінгенім қазір осы сұхбат барысында, яғни Астана су арнасы суды көлемі, басқасы тазалық жағынан өзінен дұрыс шығарады. Ортада мердігерлердің де кесірі болуы мүмкін. Яғни судың жоқтығына, судың сапасының бұзылуына тағысын тағы. Келсіз бе? Өте дұрыс айтасыз бұл мәселені. Өйткені шынында да судың сапасы туралы көп мәселе қозғап атады, шағым түсіп атады. Оны енді өзімізше бәрін түсіндіріп айтып береміз. Былай айтқан кезде осы су тазарту станциясынан таза болып шығады су. Ол жерді міне көріп тұрсыздар, өзінің лаборатория әр өзі сағаты бойынша қарастырып отырады. Одан кейін санэпидстанция келіп тексеріп отырады. Олар да енді былай тексеруші орган ғой. Бұл жерден су таза шығады. Бірақ қалаға берген кезде жаңағы ол жерде су құбырларын салып жатыр. Бір жерде жаңағы электрокабелін салып жатыр. Бір жерде тағы бір су құбырларын тартып жатыр. Сол жерде жаңағы мердігерлер заңсыз деп айтуға болады ма? Жоқ, заңды деп айтуға болады, бірақ енді байқамай қалады. Енді адам болған жерде қателік болады ғой, сол кезде жаңағы су құбырларын үзіп алады біздің. Мынау жуырда жаңағы сол түстік жағалауға баратын үлкен су құбырын енді бір үлкен компания үзіп алды. Түн ішінде жұмыс істеп. Школ салып жатыр соның жанында, мектеп салып жатыр, соны күн түні жұмыс істеп жатыр 3 смена. Солар алды да байқаусыз алды да жаңағы суды байқаусызда үзіп алды. Соны түн ішінде барлық бригадаларымыз, күш қуатымыз жинап, сол су құбырын тоқтатып, осы жерден соны қайтадан жамап, қайтадан таң ата суды қостық. Суды қосқан кезде не болады? Ол өзінің гидравлический режимі бар, өзінің жүйесі бар, су беріліп тұрған кезде, дұрыс жұмыс істеп тұрған. Жаңағы тоқтаттық, қайтадан қосқаннан кейін
ол өзінің жүйесінен айырылып қалды. Біреулерінің үлкен биік қабатты үйлерінің насостар соңып қалды. Біреуінікі жаңағы өзі қосылмайды автоматика ретінде. Содан кейін ертеңінде бәрі шулады таңертең халық. Қарап отырсаңыз, енді бәрін айта алмаймыз. Иә, қарап отырсаңыз, қазір менің түсінгенім өткенде болған үлкен проблеманың кесірі, үлкен проблеманың проблема адами фактор болып тұр ғой. Түнде жұмыс жасағанда байқаусызда үзіп алған болып тұр. Үлкен құрылыс компаниясы. 1000 миллиметрлік үлкен су құбырын үзіп алды байқамай. Ал соңында Астана су арнасы кінәлі болды, қайта оны жалғаған. Барлық ауыртпалық бізге тиді. Оны түнімен біз өзіміз... Ал ортадағы жаңағы компания қандай да бір формада жазаланды ма? Жазаланды. Олар ақшалай 10 миллиондай төледі. Бізге жаңағы суды жоғалтқаным үшін, сосын түнімен біздің жаңағы мамандар сол жамап қайтадан суды қосқан үшін. Бірақ қанша күн адамдар сусыз отырды солай? Соның кесірінен 2-3 күн жаңағы бәрін өзіне жүйесіне келтірген үшін әрбір үйдің, әрбір жаңағы биік қабатты үйлердің, оның ішінде жаңағы нелер де бар, мектептер де бар, больницалар да бар, солардың бәрін барып насостарын қайтадан реттеп, қосып, жаңағы қосып берді. Соның бәрі уақыт алды. Иә, енді мердігер компанияларға қазір қандай да бір шарт немесе қатаң қадағалау қойылды ма? Біз ол туралы шағым жаздық. Осы әкімшілікке бізде газ деген бар, соның бәрін қадағалайтын орган, соларға айттық. Олар уақытымен жұмыс істеу керек. Жаңағындай түнгі уақытта емес, өзінің уақытында, одан кейін жұмыс уақытында бізбен келісіп, әрбір жерде қай жерді қазады, қай жерде жұмыс атқарады, соны біздің мамандармен келісіп жұмыс істеу керек. Өйткені қай жерді қарасаңыз да әрбір жерде су құбырлары өтеді, немесе кәріз құбырлары өтеді. Соларға ешқандай зақым тигізбеу үшін бізбен келісу керек. А олар келіскен жоқ. Сол сияқты басқа да жаңағындай мердігерлер бар. Кейбір мердігерлер бар, жұмыстарын созып алады. Мысалы, 1 жылда, 2 жылда жоспар бойынша істеу керек, бірақ олар 4-5 жыл жұмыс істейді. Бірінші мердігерлер жаңағы жұмыстарын аяқтамай тастап кетті. Оның орнына басқа біреу келді. Анамен соттасып жатыр. Онымен соттасқан кезде уақыт созылып кетеді. 5 жыл болады, 6 жыл болады. Ал бұл жерде тұрғындар кінәлі емес пе? Тұрғындар кінәлі емес. Ең соңында ар жағына үйлер салынып қойды, бірақ ол жерлерге жаңа құбыр тартылған жоқ. Олармен соттасып жатыр. Жаңағы өздерінің тапсырыс берушілері бар ғой. Олармен соттасып жатыр, а құбыр жоқ. Ең соңында кім кінәлі? Қайтадан Астана суға звондайды. Ой, бай, бізге қашан су келеді? Бізге неге судың көлемі аз? Неге бізде судың қысымы аз деп. Сондықтан кейбір жаңағындай мердігерлерге арттарынан жүріп біз өзіміз көмектесіп жүреміз. Енді қарап отырсақ, осы сұхбаттан кейін әрбір тұрғыны, Астананың әрбір тұрғыны қандай мердігер компания оларға қызмет жасайды? Соны анықтап алса екен деген өтініш. Яғни Астана су арнасымен екі ортада қандай қызмет көрсететін компания отыр. Сіздер кіммен келісім шартқа отырдыңыздар? Сіздердің үйлеріңіз кіммен келісім шартқа отырды? Соны біліп алғандары артық етпейді. Өте дұрыс. Қазір енді халықтың сана сезімі бар ғой, көп өздері біліп жүреді. Іштерінде жаңа белсенді азамат-азаматшалар бар. Одан кейін сол кісілерге атқарып жүрген депутаттар бар. Солар бәрін дұрыс жеткізіп жүреді. Міне мына жерде тапсырушы жаңағы управление транспорта дейді, немесе управление топливно-энергетический комплекс дейді. Олардың мердігерлері міне осындай, міне жұмыс уақытын осында бастап, сонша уақытта аяқталу керек дейді. Кейбіреулер менен соттасып жатса, онда айтады. Міне мынау созылып кетті деп. Сондай жағдай. Жақсы, Табиғат мырза, уақыт бөлгеніңізге рахмет. Біздің енді өзекті мәселе болғаннан кейін келдік өзіңізге, және де барлық мәселені іштей өзіміз көзімізбен көргіміз келген. Уақыт бөлгеніңізге рахмет. Астанамызға су таусылмасын. Ең бастысы, әрдайым таза болсын, шағым аз болсын. Рахмет. Жақсы, рахмет.